Барлықтарыңызға үлкен сәлем. Менің есімім Айша Нұрай. Бүгін қазақтың ұлы тұлғалары жобамыздың бірінші шығарылымы. Бұл жобаның теледидардың ар-жағынан көріп отырған көрермендерге берер пайдасы қандай? Бұл бағдарлама арқылы біз қазақ елінің ұлы тұлғалары жайлы шағын болса да ақпараттарды айтатын боламыз. Біз осы контент медиа скулының оқушылары шағын эксперимент ретінде өткен сабақтарда кәдімгі халықтан абай атамыз туралы мағлұматтар, сұрақтар қойған болатын. Енді абай атамыз туралы шағын ақпарат айтып өтейін. Абай атамыздың шын есімі Ибрахим 1857 жылы дүниеге келіп, 1903 жылы дүниеден асқан. Ол кісі шығыс батыс мәдениетін өте жетік білген. Және де барлығымыз білетіндей, Абай атамыздың осы жылы 175 жылдығын атап өткен болатынбыз. Ол кісінің 175 жылдығына орай көптеген ірі іс-шаралар өткізілген болатын. Қазақстаннан бөлек басқа мемлекеттерде де ол кісінің 175 жылдығын атап